Балам, бұл өмірде түрлі тағдыр, түрлі жол бар. Мен Сейіттің өмірін жақсы білемін. Ол отбасындағы жалғыз бала еді. Әкесі ішімдікке әуес, қит етсе әйелін ұратын адам болатын. Бірде қатты соққыдан аяғы ауыр әйелінің баласы түсіп кетеді. Сол күннен бастап анасы тек Сейіт үшін өмір сүрді. Басқа бала тумады. Сейіт бала кезінен әкесінің мас күйін көріп өсті. 14 жасқа толғанда әкесін қыстың қара суығында қатып қалған күйде ауыл адамдар тауып әкелді. Сейіт жыламады. Ішінде бір жеңілдік бардай болды. Бірақ жүрек тыныштық таппады. Әкесі кеткеннен кейін анасы екеуі бақытты өмір сүргендей еді. Мектепті бітіріп, Сейіт қалаға оқуға кетті. Сол қалада Айзадамен танысты. Айзада өте сұлу қыз еді. Көп жігіттің арманы. Сейіт оның артынан қалмай жүріп, айтқанын жасап, ақыры қол жеткізді. Екеуі үйленді. Алғашында бәрі әдемі көрінді. Бірақ Айзада Сейітті сүймейтін еді. Сейіт оны білсе де, білмегендей кейіп танытатын. Айзаданы тек қана ақша және де Сейіттің айтқанын орындайтыны керек болатын. Сейіт бұл шындықты білмегендей жүріп, әрдайым Айзадаға бәріне дайын болатын. Олар бірге тұрды, бірақ бақытсыз болды. Айзада үнемі, қашан үй аламыз? Маған тырнаққа керек, шашқа ақша керек, киім деп құрбыларымен өзін салыстыратын. Ол тек бай әйелдердің өмірін аңсап, құрбыларымен жарысып, Сейіттен ақшадан басқа ештеңе сұрамайтын. Сейіт 2 жұмыс істеді. Түнде шаршап үйге келсе, Айзада не тамақ дайындамайды, есіктен кірместен шу шығаратын. Келгенде бір гүл болсын ала келмейсің ба? Я көңіл бөлмейсің, таңда кетесің, кешке келесің деп күнде бір айғайын тұратын. Сейіт, енді жұмыс қой жаным, сен үшін тырысып жатырмын, ақша табуым керек десе Айзаданың жауабы дайын болатын. Құрбыларым менен жақсы тұрады, күйеулері қастарында. Сені қақ жауабың дайын әйтеуір. Сенің жұмысыңнан не пайда? Не үй жоқ, не басқа жоқ. Сейіт басы салбырап қала беретін. Сейіт қарызға батып, кредиттен кредитке өтіп, бәрін жасады. Айзадаға көлік те әперді, қымбат сөмкелер, жан жаққа қыдыру, бірақ Айзада риза емес еді. Осындай ара қатынастан Сейіт те шаршағандай. Ол Айзададан жылулық, сәл де болсын көңіл бөлгенін қалады. Бірақ Айзада Сейіттен тек қана ақша көретін. Сейіт оған ақша сияқты елестейтін. Сейіт оған ақша беруге міндетті. Ол Сейітке деген ешқандай сезімі жоқ еді. Осы өмірінен Айзаданың өзі де шаршағандай. Сейітпен не үшін өмір сүріп жүргенін білмейді. Кетейін десе, Сейіт сияқты ақша беретін, айтқанын жасайтын адам кездеспеді. Ақыры Сейіт үйге барғысы келмейтіндей болды. Амалының жоғынан жұмыстан кейін аяғын басып келеді. Осындай күндердің бірінде Айзада хабарласты. Үйге кел, тез, шешең келді деді. Сейіт уайымдап үйге келді. Анасы балам деп ұлының шаршаған түрін көріп жүрегі езіліп кетті. Жүдеп кетіпсің, түрің шаршаңқы деп анасы бастап еді. Айзада, не жасап шаршайды, бітірген түгі де жоқ. Балаңыз еркек емес, ез. Жүрісіміз мынау, 1,5 жыл болды. Пәтер жалдап деп қатты жауап берді. Сейіт анасын жаймаш уақтап, анашым, ас үйге жүріңіз, шай ішейік деп көңілін аулауға тырысып, анасын ас үйге қарай беттетті. Айзада үйден шығып барады. Сейіт сені бола ма деп шақырып алды. Мен келгенде анаң үйде болмайтын болсын, көрмейтін болайын деп шығып кете барды. Сейіт ақырын ғана білдірмей анасына жымиып қана, анашым, қалада қанша күн боласыз деді. Қарсы болмасаңдар 3-4 күн болайын деді. Жоқ, оны десі, неге қарсы боламыз? Қалағаныңызша болыңыз, анашым деді Сейіт. Ақырын күлімдеп, бірақ ішінде бір ой. Айзада не дейді? Айзада не дер екен деп қатты уайымдап отырды. Түнде Сейіт Айзадаға жалынып шықты.
Анам 3 күн болады, қызметін жасап шықшы. Сосын кетеді, өтінемін Айзада, мен сен үшін бәрін істеймін ғой деп. Бірақ Айзада бет қаратпады. Мен сонда сенің бір анаң үшін барлық жоспарымды бұзуым керек пе? Уақытым жоқ, қыздармен кездесуім керек, баратын жерлерім бар. Мен анаңды шақырмадым. Екеміз үйленген күні-ақ айтқанмын. Мен сенің анаңмен тұра алмаймын. Мен ауылдың қыздары сияқты келін бола алмайтынымды. Соның бәрін біліп алдың емес пе, Сейіт? Енді неге сөз қозғап отырсың? Сейіт болса үнсіз ғана. Айзада, өтінемін, мен үшін 3 күн ғана анама қызметін жасап тұршы. Сейіт, жоқ дедім, жоқ. Ана сенікі, өзің жаса қызметін. Ертесі күні Сейіт жұмыстан келгенде анасы үйде жалғыз отыр екен. Сейіт әдетінше есіктен кіріп, анашым, шай ішейік деп ас үйге беттеді. Анасымен шай ішіп отырып, қашан соңғы рет кешкі асын осылай біреумен әңгімелесіп отырып ішкен есіне де түсіре алмады. Деп ішінен күрсініп отырды. Бірақ анасына сыр білдірмеді. Таңертеңгісінде тағы сол. Ол ертерек тұрып, анасына шайын беріп, анашым, таңғы асыңызды ішіңіз деп ас үйге қарай беттеді. Анасы сұрады. Сейіт, шырағым, әйелің өзі үйде тұратын күні бар ма? Саған шай, тамақ дайындамай ма деді. Сейіт күлді. Ой, анашым, қайтесіз, қаланың өмірі осы ғой деп ақырын ғана күлді. Ертеңінде таң атпас бұрын жанжал басталды. Үйдегі айғай-шудан Сейіт оянып кетті. Бөлмесінен шығып еді, Айзада мен анасының айғайы. Айзада анасына айғайлап тұр екен. Менде жұмысыңыз болмасын. Қайдан келсеңіз, сонда кетіңіз. Менде неңіз бар? Балаңыздың сорлылығы 1,5 жыл болды. Үйге бір қызметші жалдай алмай жүргеніне. Сіз ойлайсыз ба? Менің істейтін тірлігі жоқ. Ұйқысынан тұра сала кафеге барғанды ұнатады деп. Мен де амалсыздан кафеден тамақтанамын. Балаңыз үйге бір қызметші жалдап қойса отырмаймыз ба осы үйде бәрімізде деп. Сейіттің анасы аң-таң ауыз ашылып Айзадаға қарап тұр. Қайдан келсеңіз, со жаққа жөніңізбен кетіңіз деп Айзада тоқтаусыз сөйлеп жатыр. Сейіт атып шығып, Айзада, оның не? Өз орныңды біл, анама олай сөйлеме деп еді. Анаңға айт, қайдан келсе сондан кетсін. Ол не біледі? Өзі сияқты. Мен де салпетек ауылдың әйелі болсын дей ма? Тамағыңды өзің жасап же деді. Сейіт ашуланып Айзаданы шапалақпен бір ұрды. Айзада, Сейіт, мен бұны кешірмеймін деп бөлмесіне кіріп кетті. Сейіт ашуланып анасына да айғайлады. Неңіз бар еді? Неменеге араласасыз? Тыныш ауылда жатпадыңыз ба деді. Анасы жылап ауылға қайтты. Сейіт анасының көңілдің қалдырғанына, Айзадаға қол көтергеніне, өз-өзін жазғырып, көліктің келгенін байқамай жол апатына ұшырады. Осылайша ол 1 ай жұмысқа шыға алмады. 1 ай ішінде Айзада оған бір жұтым су бермеді. Әдетінше, Сейіт ақша керек дейді қалаға кетеді. Сейіт ақша керек дейді құрбыларымен. Сейітке қарайтын уақыты да жоқ. Көңіл де бөлмеді. Ал Сейітті болса, банктен жалған қоңыраулар, қарыздар, пәтер ақысы бәрі мазасын алып жатыр еді. Осы 1 айдың ішінде басынан не өтпеді. Ал Айзада болса, өз мәселеңді өзің шеш, маған мұнда еркек керек емес деп үйден шығып кете береді. Ақырында қарыздар көбейіп, пәтер ақысын төлей алмай қалған Сейіт, Айзада, менің амалым жоқ, жұмыстан да шығып қалдым. Өзің білетіндей 1 ай жұмысқа шықпадым. Бастығым жұмыстан шығарды. Кредиттер бар, қарыздар бар, пәтер ақысы. Қазір менде оның бәрін төлейтін ақша жоқ. Ауыл жұмысқа да жарамай тұрмын. Амал жоқ, ауылға барайық. Анамның қасында мал жан бар. Ауылыңа өзің бар, мен бармаймын. Сейіт, сен маған қол көтердің, мен әлі кешірмегем деп. Айзада жиналып кетіп қалды. Сейіт ауылға оралды. Баласының келгенін көрген анасы үнсіз ғана, шаршадың ба балам деді. Басқа ештеңе айтпады. Ауылда Сейіт іше бастады. Ақыры әкесі құсап, ауылдың көшелерінде құлап жатты. Бұрынғы Сейіт жоқ енді. Денсаулығы жоқ, ішімдікке салынған,
түрі танымайтындай болды. 3 жылдан кейін анасы дүниеден өтті. Сейіт жылай да алмады. Ішінде анасын неше жыл қараусыз қалдырғаны, анасына көңіл бөлмегені, қалаға арман қуып кетіп, бірақ сол армандарының бірін де орындамағаны, бәріне өзін кінәлі сезініп отырды. Анасы кеткен соң Сейіт үйіндегі дүниесін сатып, шөлмекке ақша тапты. Бар әлемде жалғыз қалғандай сезінді. Осы өмірде өзі жалғыз сияқты еді. Жалғыз қалған сиырды сатқаннан кейін ол қалаға бармақ болды. Бар ойы Айзада. Оны көріп, кешірсе екен деп өз-өзін сендірді. Айзада мені кешіреді. Ол мені сүймесе кезінде үйленбейтін еді. Ода титтейде маған деген сезім бар деп өз-өзін сендіріп, сиырын сатып, қалаға барды. Қаладан Айзаданың құрбысына хабарласып, сөйлеспек болды. Ол Айзаданың 2 рет тұрмысқа шыққанын, екеуінің де бақытсыз болғанын айтты. Кешке кафеде отыратындарын айтып, Сейітке сонда келуін өтінді. Сейіт кафенің алдында Айзаданы торауылдап тұрды. Кафеге кіріп бара жатқан Айзада оны танымады да. Сейіт, Айзада бұл менмін ғой, Сейітпін деп еді. Айзада басын бұрып та қарамады. Құрбылары, анау сенің бұрынғы күйеуің бе, Сейітпін дейді ғой. Мен бұнда еркекті тануым мүмкін емес деп. Айзада басын да бұрмай кафеге кіріп кетті. Сейіт үміттеніп, Айзадан кафеден шыққанын күтті. Тағы да қолынан ұстап Айзада демек болып еді. Айзада, өзіңнің түріңе қарашы. Бұрынғы Сейіт маған тіпті керек емес болған. Қазіргі Сейіт тіпті керек емес деп кетіп қалды. Ауылға келген Сейіт өзін сорлы сезініп, 2 күн бойы орнынан тұрмай жатты. Балалық кезінен бастап, қазіргі күнге дейінгі өмірін көз алдынан келтіріп, өз-өзін аяп отырды. Ақыры Сейіт өз-өзіне қол жұмсады. Ауыл адамдарының ойында Сейіт әрдайым сабырлы, айналасына мейірімін төгіп жүретін жан еді. Оның әр сөзі мен әр ісі көпке үлгі болатын. Өкінішке қарай, бұл өмірде бәрі мәңгі емес екен. Сейіт бұл дүниеден озды. Оның жарқын бейнесі мен адамгершілігі оны таныған адамдардың жадында мәңгіге сақталып қалды.